Ойлан тап арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз Дикий робот, яғни жабайы робот мультфильмі туралы сұрақтар қоятын боламыз. Сұрақ саны 30, ойлануға 10 секунд, әрдүр жауапқа 1 ұпай. Каналға лайк басып, тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Басты кейіпкердің есімі: А. Роз, Б. Робби. Әрдүр жауаптыға 1 ұпай, комментарияға жаза кетіңіз. А жауабы Роз. Басты кейіпкеріміздің есімі Роз болады. Робот Роз қайда тап болады? Қалаға немесе аралға? Роз бізде аралдан тап болады. Роз жануарларға кім болғысы келеді? Жау немесе дос? Әрине, дос болғысы келеді. Видеомызды жалғастырмас бұрын ойлан тап арнасын 99% адам тіркелусіз көреді екен. Сол себепті каналға лайк басып, тіркеліп, колокольчикті баса кетсеңіздер, 10 000 оқырманға бірге жетейік. Жалғастырамыз. Розды фильмде кім дауыстайды? Лупита Ньонго немесе София Вергара? А жауабы Лупита Ньонго. Мультфильмді қай студия түсірген деп ойлайсың? DreamWorks немесе Disney? DreamWorks студиясы түсірген болатындығын. Мультфильм қай жылы шықты деп ойлайсың? 2024 немесе 2023 жылы? Әрине, бізде 2024 жылы шықты. Роз қандай мақсатқа ұмтылады? Тірі қалуға немесе өз орнын табуға? Әрине, өз орнын табуға ұмтылады. Мультфильмнің режиссері кім деп ойлайсыз? Крис Сандерс немесе Роб Камес? Бұл мультфильмнің режиссері Крис Сандерс. Роз аралдан не табады? Достар немесе жаулар? Әрине, бізде достар табады. Роз қандай қиындықтарға тап болады? Өмір мен өлімге немесе тіршілік пен жалғыздыққа? Роз бізде тіршілік пен жалғыздыққа тап болады. Неге Розды жабайы робот деп атайды? Ол жабайы табиғатта өмір сүріп үйренеді, немесе ол ешкіммен араласпағандықтан? Роз жабайы табиғатта өмір сүруді үйренгендіктен. Роздың басты мақсаты не? Тезірек кету немесе өз орнын табу? Әрине, өз орнын табу. Роз аралда қандай қиындыққа тап болады? Ол қорқады немесе ол жалғыздықты сезінеді? Ол жалғыздықты сезінеді. Роздың басты қасиеті қандай? Мейірімділік пен шыдамдылық немесе мейірімсіздік пен шыдамсыздық? Әрине, мейірімділік пен шыдамдылық. Роз табиғатта өмір сүруді қалай үйренеді? Адамдардан немесе жануарлардан? Әрине, ол жануарлардан үйренеді. Розды кім құтқарады? Адамдар немесе жануарлар? Әрине, жануарлар. Мультфильмде қай жануарлар маңызды рөл атқарады? Құстар немесе құндыздар, аңдар немесе балықтар?
Құстар мен құндыздар маңызды рөл атқарды. Роздың басты миссиясы қандай? Жануарларға көмектесу немесе тірі қалу? Әрине, басты миссиясы оның жануарларға көмектесу болды. Розды табиғатта өмір сүруге не итермелейді? Жануарларға көмектесу, тірі қалу. Тірі қалу итермелейді. Роз табиғатта жаңа дағдыларды қалай меңгерді? Жануарлардан үйрену арқылы немесе өз бетімен? Роз аралдағы жануарларға қандай қамқорлық көрсетеді? Қауіптерден қорғайды немесе емдейді? Қауіптерден қорғаған болатын. Роботтың табиғатқа үйренуі неліктен қиын? Жалғыз болғандықтан немесе ол бастапқыда машина болғандықтан? Ол бастапқыда машина болғандықтан қиын болды. Роз бен жануарлар арасындағы достық қалай дамыды? Өзара сенім арқылы немесе көмектескені үшін арқылы? Өзара сенім арқылы достасты. Роздың оқиғасы бізге қандай сабақ береді? Табиғатты қорғау немесе табиғатпен үйлесімді өмір сүру маңызды екендігі. Бізде табиғатпен үйлесімді өмір сүру маңызды екендігін білді. Роз жануарларға қалай үлгі болады? Ол оларға мейірімділік көрсетеді немесе оларға мейірімсіздік көрсетеді? Әрине, оларға мейірімділігін көрсетеді. Роботтың достықты үйренуі мүмкін бе? Жоқ, Роз достықты түсінбейді. Я, Роз достықты түсіне бастайды. Әрине, я, Роз достықты түсіне бастайды. Роз үшін табиғаттағы ең қиын сынақ қандай болды? Жалғыздықпен күресу немесе дос табу? Ең қиын сынағы жалғыздықпен күресу болды. Қай робот Розды еске салады? Валли немесе темір робот? Бізде Роз Валлиға ұқсас келеді. Роздың оқиғасы бізді қандай әрекетке шақырады? Табиғатты қорғауға немесе жақсы дос табуға? Бұл жерде бізде екеуі де дұрыс. Бізге осылар керек. Роз табиғаттағы жануарлардан ең бірінші үйренеді? Тіршілік етуге қажетті дағдыларды немесе өмір сүруді? Тіршілік етуге қажетті дағдыларды. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Қанша пай жинағандарыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, колокольчикті баса кетіңіздер. Арнада әлі талай қызықты видеолар болады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.